Құрметті тыңдармандар, бұл әдеттегідей дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Студиямыздың қонағы тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, ендігі айтар тақырыбымыз бұқаралық ақпарат құралдарындағы интонация жайлы болмақ, сөз сазы заңдылықтарының бұзылуы және оның себептері жайлы. Бұл біздің арнайы осы тақырыпты шығарып отырғанымыз. Көбіне ауызша сөзді біздер енді жиі еститін орта қазіргі кезде телеарналар, радио бағдарламалары, одан кейін әртүрлі қазіргі гаджеттерде де пайда болды ғой, сондай әртүрлі қосымшалар, ауызша мәтін, тіпті аудио кітаптар да пайда болды, сондықтан бақтағы интонация дұрыс болу керек. Өйткені сіз қандай интонациямен айтсаңыз, сіз жеткізіп тұрған мағынаның 80% соған байланысты. Қандай интонация мен оны бергеніңізге байланысты, ол жердегі ақпарат толық. Тіл таратушылар. Мысалы, сіз құраған сөйлемдердің мазмұнындағы ақпаратты тура сол күйінде немесе содан да күшейтіп, содан да әсерлі қылып жеткізу үшін сіз интонацияны дұрыс пайдалануыңыз керек. Енді дұрыс пайдаланбай қалсақ, онда сол ақпарат толық жетпей қалады. Енді бұл тақырыпты алған себебіміз, мысалы, қазіргі біздің дикторлардың интонациясы туралы айтып кеткім келді бір жағынан. Бір жағынан біздің тіл үйренушілеріміздің құлағына алтын сырға. Қазіргі кезде тапсынып сөйлейтін дикторлар пайда болды, жұлынып сөйлейтін дикторлар пайда болды. Біреу артынан қуып келе жатқандай аптығып сөйлейтін дикторлар пайда болды. Осындай сөзді, ауызша, ресми, дайындықты сөзді естіп алып, біздің тіл үйренушілеріміз, қазақ тілінің интонациясы осындай екен, осылай сөйлеу керек екен деген пікір қалыптаспас үшін біз осыны таңдадық, осы тақырыпты. Енді мысалы жаңағы аптығып сөйлейтіндерді алайық. Мынау орыс тілінің интонациясын зерттеген Тамара Михайловна Николаева деген жақсы маман ғалым бар. Сол кісі сонау қателеспесем енді 80-ші өткен ғасырдың 70-ші 80-ші жылдары кеңес заманында орыс дикторларының интонациясын зерттеп, мынандай бір құбылысты байқапты. Әдетте мысалы бір сөйлем аяқталып, екінші сөйлем басталғанда олардың арасында пауза болады. Мысалы, бүгін Самат екеміз бағдарламамызды сағат 5-те бастадық. Бірінші тақырыбымыз мынандай деген кезде сағат 5-те бастадық дегенге пауза, бірінші тақырыбымыз мынандай деп ары қарай сөйлейміз. Ал сол Николаеваның байқаған құбылысы бойынша осы сөйлемді оқитын болсақ, былай болады. Біз бүгін Самат екеміз тақырыбымызды сағат 5-те бастадық, бірінші тақырыбымыздың біз бүгін Самат екеміз сабағымызды сағат 5-те бастадық, бірінші сабағымыздың тақырыбы деп кетеді. Ана жерде сөйлемнің соңында тұратын пауза, сөйлемнің соңына жақындаған кезде пайда болады да, сөйлемнің соңғы жағы мен бірінші сөйлем бірігіп айтылып кетеді. Келесі сөйлем бірігіп айтылып кетеді. Осы құбылысты ол кісі ұзақ зерттеп, бұл не үшін осылай, бұл неге бұл норма бұзылды деп, сонда ол кісінің келтірген уәжі ақпарат заманы келе жатыр. Ақпарат заманында неғұрлым азғантай уақыттың ішінде соғұрлым көп ақпаратты жеткізу керек. Одан кейін сенің айтып тұрған бірінші сөйлеміңді нормасынан бұзса, онда сол сөйлем адамның есінде жатталып қалады. Одан кейін екінші сөйлемде де дәл солай нормасынан бұзса, ол сөйлемде есінде жатталып қалады. Сөйтіп, адамның назарын үнемі концентрацияда ұстап отыру үшін дикторлардың ойлап тапқан бір амалы, қулығы дейді. Егер осындай нормадан ауытқу болып жатса, түсінуге болады. Бірақ сіз көз алдыңызға елестетші. Бүкіл сіздің оқып отырған ақпаратыңыздағы бүкіл сөйлемдерде интонациясы нормадан ауытқып жасалса, онда ол сіз бәрібірде тыңдарманның назарын шаршатып жібереді. Шаршатасыз, сіз керісінше оның жынына тиіп кетесіз. Қарапайым тілмен айтқан кезде. Осындай бақ құралдарында. Бұл енді асығып, аптығып сөйлейтіндердің тіліндегі осындай бір ерекшеліктер бар. Ұрысып, жекіріп сөйлейтін дикторлар да бар. Қуып келе жатқандай сөйлейді мысалы. Сонда оларда сөйлемнің соңындағы паузаның орнына сөйлемнің басқа бір ортасында болып кетеді де, сөйлемнің сол келесі бөлігімен ана сөйлемді жалғастырып жібереді олар. Сонда неғұрлым ақпаратты тез жеткіземіз деп ойлайды. Әрине, бірақ менің ұсынысым сол дикторларға. Қарқын деген интонацияның бір компоненті бар. Біз ол туралы алдыңғы сабақтарда айттық. Сол қарқынды жеделдетуге болады. Қарқын дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында айтылып үлгерген буын саны. Буын санын көбейтіп жіберу керек, мысалы. Тезірек сөйлеп жіберу керек. Бірақ паузаны
кідірісті өзінің тиісті жеріне қоюға болады. Сонда сіздің сөйлеміңіз жалықтырмайтын сияқты. Осындай ескертпе. Одан кейін тағы да бір мәселе, жаңағы жұлынып сөйлейтіндер. Бұл журналистің өзінің миссиясын дұрыс түсінбеуден болса керек. Әсіресе жаңалықтар тарататын журналистерге өздерінің сол жаңалыққа қатысты эмоцияларын көрсетуге болмайды. Өйткені тыңдарман неғұрлым объективті түрде жағдаятты қабылдауы керек. Ал егер сіз сөйлеп тұрып сол ақпаратқа өз эмоцияңызды білдірсеңіз интонация арқылы, онда тыңдарман не сізді жақтайды, не сізге қарсы шығады. Ал сіздің мақсатыңыз ол мәселені жақтату, қарсылату емес, сол мәселе туралы хабардар қылу ғой оны. Ары қарай ол өзі біледі, жақтай ма ол оқиғаны, жақтамай ма. Міне осындай. Әрине кейбір бағдарламалардың мақсатында қойылады эмоция тудыру. Ондай кезде жұлынуға да болады, ондай кезде тапсынуға да болады. Дұрыс. Осындай жағдай. Жақсылап түсіндіріп бердіңіз, Анар ханым. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.